Қайырлы күн. Тағы да бір психологический техника бар. Ол шүкірлік техникасы дейді. Шүкірлік техникасы деген Алла тағалаға бәріміз шүкірлік айту керекпіз. Құдірет күші иесіне шүкірлік күніге айту керекпіз. Оны зикір дейді. Зікір дейді. Салауат айту керекпіз. Саллаллаху алейхи ва саллям Мұхаммед пайғамбарға. Бірақ мынандай техникалар психологический. Оны бірінші әкеңізден бастайсыз. Әкеңіз тірі болсын, өнеге қайтып кеткен болсын, бәрібір оған қарамайды. 3 сөз жазасыз. Мынандай дәптер аласыз, сондай ручка аласыз. Сосын 40 күн бойы, күніне бір рет 40 күн бойы үзбей, бір күн үзбейсіз, 3 сөз жазасыз. Құрметті әке, атын жазасыз әкеңіздің. Мені барлығы үшін кешіріңіз деп жазасың. Мені кешіріңіз барлығы үшін деп жазасың. Екінші сөз, құрметті әке, сосын әкеңіздің атын жазасыз. Мен сізді барлығы үшін кештім дейсіз. Түсіндіңіз ба? Үшінші сөз, құрметті әке, есімін жазасыз әкеңіздің. Мен сізге разымын, алғысым шексіз дейсіз. Осы 3 сөзді сол қолмен жазасыз. Сол қолмен жазасыз. Өйткені сол қол, сол қолшармен жұмыс істейді. Соны 40 күн бойы жасайсыздар. Әр жазған сайын сәлем бересіз. Кешіріңіз, кештім, шүкірлік деп, шүкір еттім деп, разымын деп бас дейсіз. Кейбір адамдар сәждеге тұрып жатады, басында жығылып сәждеге тұрып жатады, бірақ ол кезде уже Алла шүкір деп сәждеге жығылады. Осы мәселені сіз 40 күн бойы жасайсыз. 40 күн үзбейсіз. Сол кезде үлкен ғажаптарды көресіз. Психологияда, яғни арасында жылайсыз, мұнаясыз, көз жас шығады. Әкеңізден бастайсыз бірінші 40 күн. Одан кейін шешеңізге жасайсыз. Соны асықпаңыз, асықсудың қажеті жоқ. Асықып артынан қуып бара жатқан ешкім жоқ қой. 40 күн әкеңізге жасаңыз, 40 күн шешеңізге жасаңыз. Сосын кімге ренжулісіз? Ағаларыңыз, інілеріңіз, жеңгелеріңіз, келіндеріңіз, енелеріңіз, көп қой адам. Досыңыз, көршіңіз. Соны бөлек-бөлек 40 күн сайын жасайсыздар. Асықпаңыздар. Сол кезде жасаған сайын, әр жасаған сайын иіліп сәлем бересіздер. Сол техниканы жасаңыздар, көп психологический көмек береді сіздерге.